Баршаңызға сәлем. Егер сізде жұмыртқаның сарысы қалып қойса, балаларға осындай тәтті жасап беріңіз. Алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жұмыртқаның сарысы 4 штук. Сосын қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және ұнымызды салып, бір келкі болғанша араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, енді жайып, әртүрлі формада кесіп шығамыз. Менде жүрек, жұлдыз және гүлдің формасы болды. Балаларға ол өте қатты ұнайды. Сондықтан осы формаларды пайдаландым. Сіздер де өз қалаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Барлығын осылай жасап шығамыз. градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымыз пісіп шықты, өте дәмді, әрі балаларға да қатты ұнайды. Қалауларыңыз бойынша бетіне сахарный пудра немесе осылай шоколадтар жағып шықсаңыздар болады. Балаларға қатты ұнайтын печеньеларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.